Достар, бұл қымбат мис каналы. Бүгін біз сіздерге 5 лайфхакты көрсететін боламын. Бүгін біз сіздерде осы лайфхактарды біреуін өзім құрастырдым, біреуін өзім ойымнан шығардым. Мен сіздерге осы 5 лайфхак көрсететін боламын. Каналға жазылып, каналға подписаться етіңіздер. Мен сіздерге біреуін айтпай тұрам, кейін өздеріңіз комментарийге жазғанда білетін боласыздар. Мен біріншіде мен ағаш алмазды қалай тығылатынын көрсетемін. Екіншіде мен шахматын істеймін. Үшіншіде мен столчикті істеймін. Төртіншіде сундуктың қалай астыға тұрғанын көрсетемін. И бесіншіде мен қалай оны көрсетіп тұрғанмын. Мен мына достар ішке кіремін. Қараңыздар, бұның шеті бәрі ішінде түк жоқ. Қарасаңыздар, ода просто тек былай өзімен тұрған сияқты қарасаңыздар, бұл менде алмаз, просто алмаз көрдіңіздер ме? Кейін сіздерге сырттан мына қараңыздар достар, сыртын көрсетіп шығайын. Сырты мына, көріп шығыңыздар. Көрдіңіздер ме? Қарасаңыздар, алмаз өзіне бет қарасаңыздар, өзі тұр. Бұл қалай десеңіздер, мен сіздерге көрсететін боламын. Мына мына барайын. Маған керек заттар рельс керек, және грузовой не керек, вагонетка керек, және не керек? Сосын мынау поршень керек. Және красный блок керек. Сосын мен осы каменді қойып шығамын, сосын үстіне рельс жүргіземін, кейін вагонетқа астын қазір поршенді жүргізейін, астын поршенді қояйын. Қазір поршенді қояйын достар. Мына үсті каменді екі жаққа қоямын. Екі поршен, кейін красный блок көздермен достар. Бұзпысаймыз, екі нені поршен бұзамыз. Енді ана үй бұл ішіне алмазды қалай неғылған көреміз достар. Енді келесі сіздерге лайфхак. Достар, келесі бізде бұны қалай жасағандарын мен сізге келесіде көрсетемін. Ол шахмат. Бұл бізде столчик, бұны қалай мен отырғанымыз көріңіздер достар. Көрдіңіздер ме? Мен мұны скинімді ауыстырып тастадым. Көрдіңіздер ме? Керемет. Достар, көрдіңіздер. Қазір қалай жасайтынын көрсетем оған. Маған керек заттар столбик керек отыратын аламыз. Песок души керек. Песок души ол Майнкрафттардың бәрінде бар. Ана вагонетті алып тастап, просто осы вагонетка болады. Просто бізде тек песок души астын бұзамыз. Песок душиді қойып, оған рельсті үстін екі мәрте жүргізіп, наға ступеньканы вагонетке артқа итеріп немамыз достар. Бұлай, дұрыс болып атырмады, дұрыс болмады. Бұлай аяғымна ступенька қой жерейін. Поршенді қоям. Бұлай. Болды. Тут неге қате болып кеттім, қайтадан басынан қойын. Бұлай. Неге болмай атыр. Басынан көріш. Қойып көрейін. Жоқ, болмады. Басынан істеп көріш, поршенді қой. Неге болмай атыр ма бет, итеріп қойсам. Енді болды достар, міне дайын. Енді мен оған нені алайын? Рамканы қойайын. Достар, рамкаға қалаған затты қойсаңыздар да болады. Қараңыздар, қадын қойайын. Бұлай. Екі жаңға қоясыздар. Оған алмаз немесе қалаған қылыштан сізді мештерді қойсаңыз болады. Достар, бізде үшінші лайфхакты көрсетеді. Достар, үшінші лайфхак бізде осындай. Ол сундуқты төбеге көтеріледі. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Мұны қалай беттеңіздер, қараңыздар. Бұлай. Достар, байқасаңыздар, сундук бай төбе көтерілгенде болады. Өздеріңіз істеп байқап көріңіздер достар. Өзіңіздер істеп көріңіз. Бізде төртінші лайфхак өте керемет көрсететін болады. Достар, міне бізде төртінші лайфхак осы. Қараңыздар, ол өте әдемі. Оны қалай істеп қымбат. Оны қалай істеді деп ойлайтын шығарсыздар. Мен сіздерге көрсетемін.
мына мен бұны түсіндіріп жіберейін. Бұны жерді не қылып маған керек алайын заттар. Блужник жоқ. Глина керек. Біздің қалған түстер жалғасты достар. Поршен керек, бағана блок керек. Және бізге адамның киімдерін қойып қоятын заттары керек. Стой деп жаздым. Аламын. Қойып қойсын. Керек емес. Енді достар, енді мен төбеге 3 мәрте астыңға 3 мәрте қазам. Кейін бүйтіп қоям. Сосын 3-не тастап істеп көрейін қазір достар. Істеп көрейін. Осылай. Төртеу жүргізім. Достар, осын түсіре бересіздер. Осын түсіре беріңіздер. Қарсаңыз бағанағы қайтадан көрсеме достар, осы шығарып жатырым. Сіздер өздеріңізде байқап көрсеңіздер де болады достар. Міне глиналар бұзбаймыз, олар бізге уже керек емес. Бұзайын. Бұзбай тұрайын. Керек болып қалар. Мен қоям қазір поршені жүргізу үшін маған. Поршен жоқ, қате қойдым мен былай. Жүзінен қой шығайын. Достар, бұзбысаймыз. Поршен қайтадан нені алып. Мына достар, мына іштен кіргіздік. Достар, бұны өздеріңізде істеп көрсеңіздер де болады. Не қылмай үстіне алып красын факелді қояйын былай. Ана басастыр, кішкене жерін басасы қатты бұзылып кетеді. Өздерінде байқайтын жарыстар. Бұзбысаймыз достар. Мына достар, келесі бізде 5-ші лайфхагымызды көреміз. Достар, мен аны 5-ші лайфхаг емес, 2-шісін көрсететінмін. Бұны қайтадан үстіп, жан-жақтан түсіріп шығамыз. Осылай. Қараңыздар. Осылай достар, үстіп жүргізіп шығамыз. Бұлай, нәрін бүйтіп қоямыз достар. Енді оған бағана ол бірақ өзгеше болады. Бұлай, бүйтіп шығамыз. Оның астына земляның өзінің блокі травы болды. Осылай достар. Міне достар, мен осы лайфхагым керемет болды ма деген ойдамын. Сырттан бүйтіп әдемілеп не қойсаңыздар да болады. Ұнады ма достар? Міне қараңыздар, өте керемет. Ұнады маған өзіме ұнады. Сіздерге де ұнаса, мен сіздерге 5-ші лайфхагымды көрсетемін. 5-ші лайфхагымды көрсетпей тұрып, бірінші бағанағы 2-ші лайфхагымды көрсетемін. Оны мен қалай жасағанымда? Оны мен былай жасадым. Не түсті аламын, бас киім. Бас киім осы түсті аламын. Кейін қызыл супенганы жүргізіп, қойып, азан қылайын. Енді қазір шеріс керек болады, достар, бұқтан. Бітті қоясыздар, дәл осылай. Шығасыздар, шеріс алайын. Aynen. 5 oyasıda dostlar. Nöbetinin 6 болады. Жүргізем достар. Поршен жүргізіп, оғлабай болғызыр. Достар, көрдермен дәл сол болды. Өте керемет. Бұл сәл үлкенірек болды. Анадан көр бұны нез болды. Жерге не қылып істесеңіздер деп болады. Байқайсыздар ма достар? Бұл бірақ неде? Көрдермен ме достар? Керемет. Ұнады ма достар? Енді мынау бізде 2 лайфхаг, нешілі 1-2 болды. Енді мұнан достар керемет болды деген ойдамын. Қараңыздар, не? Мына істеп шықтым былай. Енді алмазын албайын қазір достар. Таулаш. Печ керек. Ключи. Керек енді бұны былай істеп қойшығайын. Соны екі жаққа да бірдей ғып істеп шығасыздар. Столчик болды, бүйті үлкендігіреп отыратындар. Осы өте керемет болды сіздерге. Енді мен бізде 4-5 лайфхагым бітті достар. Осымен видеомыз ұнаса каналға подписайтесь, каналға жазыламыз. Сау болыңыздар достар.